Балалар, бүгінгі шахмат үйірмесінен мектепшілік жарысымызды ашық деп жариялаймын. Баршаларына сәттілік тілеймін. Бізде бірінші кезең аяқталды, екінші кезең басталды. Көріп тұрғандарындай, жеңілген қарсыластарын жарыс жолын аяқтады. Енді тек сендерге сәттілік тілейміз. Бұл жартылай финал. Шахмат ойынынан оқушылар арасында өткізілген жарысына белсене қатысқаны үшін Аманбек Кәусар марапатталады. Ойыннан оқушылар арасында өткізілген жарысынан 3-ші орын иеленген Шекербек Әлибек. Дәулет Кәусар. Екінші орын иеленген Ергеш Ұлағат. Екінші орын Майдәулет Абылайбай. Шахмат ойынынан оқушылар арасында өткізілген жарыста бірінші орын иеленген Досжанова Әділ. Айғали бірінші орын. Әділбек Әли бірінші орын иеленді. Екінші асылы.